Ағайын қараңыздар, мынау iPhone 17-нің бағасы білесіздер, Қазақстанда қазір 1,5-2 миллион теңге деп тұр ма? Мынау камера 70-75-лердің бағасы тоже аукционда 1 миллион теңгеден басталады. Енді анау зачем iPhone деген бар ғой, мына мен жұмыс істете алатын адамға қызмет жасап береді 1 жыл, 2 жыл спокойно. Рахаттанып жұмыс істейсің. А мынау 10-15 жыл смело қызмет жасап береді. Так что кез келген нәрсенің бағасына, несіне қарамай емес, оның жұмыс істеуіне, оның результат беруіне қарау керек те. Біз телефон аламыз, себебі қараңыздар, мына телефон уже сіздерге көрінбейді ғой. Уже мінерге мына қараңыздар, бізге шығып тұр. Потому что 10 машина түсіргеннен кейін мынау да қата бастайды, күн ыстықтан Дубайда қатты. Сіздерде Шымкентте болса Қызылордада бола ма? Қатты күн ысып кеткен кезде телефон қатып қалады, істемей экранда. Қатты суықтан. Қандай телефон болса да қатады. Біз просто бұны сразу алатын себебіміз енді чтобы видеолар түсірген кезде бір күнде қараңыздар 200 машина келеді сіздерге. Солардың как минимум 50-60-ын түсіру керек. Каждый 10 машина сайын машинаның барып суытып келе бересің, сонымен обед болады ғой. Обедке бір болады. Сол ғана ағайын сіздерге пантабас ету үшін ғана емес бұл. Ассалаумағалейкум.